Баяғыда Домреми деп аталатын кішкентай ауылда Жанна есімді қарапайым, бірақ жүрегі ерекше мейірімге толы бір қыз өмір сүріпті. Тыныш ауыл тіршілігін сүйіп өссе де, оның жүрегінде үлкен жалындаған алау бар еді. Бұл, соғыстан шаршап, қиын-қыстау күн кешіп жатқан туған Франциясына деген сенім мен шексіз махаббаттың алауы болатын. Бір күні далада жалғыз өзі жүрген сәтінде, Жанна кенеттен ғажайып үндерді естіп, жарқыраған нұрды көреді. Сол дауыстар оған Францияны құтқарып, дофин Карлдың тақ мұрагерінің заңды патша болуына жәрдем беруі керек екенін айтады. Жанна алғашында қорықса да, бұл үнді елемей жүре беру мүмкін емес екенін түсінді. Сол кезде ол ауылдағы капитан Этьенге барады. Капитан қарапайым ауыл қызы елді аман алып қалады дегенге бірден сенбеді. Бірақ Жаннаның жүректегі сенімі мен батылдығына сенгені соншалық, ол ақыры қызға көмектесуге мәжбүр болады. Жанна туған үйімен қоштасып, дофинге жету үшін қауіпті сапарға аттанды. Осылай Жанна Шинон қамалына келеді. Сол жерде дофин Карл өз кеңесшілерімен бірге жасырын отырған еді. Кімге сенерін білмей абдырап жүрген Карл, тіпті Жаннаны сынау үшін өзінің кім жасырмақ болады. Бірақ Жанна оны бірден танып қасына жақындайды. Қадірлі дофин, дейді ол қайсар сеніммен, күмәнданбаңыз. Мен сізге көмектесу үшін Құдайдың жіберген адамымын. Карл оның күшті рухы мен сөзінің айқындығына таңғалып, оған сенім артады. Сол сәттен бастап Жаннаға әскерді басқару құқығы беріледі. Алғашқы мақсат ұзақ уақыт қоршауда тұрған Орлеанды азат ету. Жаннаның келуі сарбаздардың рухын түгел өзгертті. Ол үміттің, қайсарлықтың белгісіне айналды. Француздар оның басшылығымен бекіністі бұзып, қаланы босатты. Осыдан кейін жұрт оны Орлеанның батыр қызы деп атай бастады. Содан соң Жанна Карлды патша тағына отырғызу үшін Римске барды. Сол жерде Карл салтанатты түрде 7-ші Карл патша болып жарияланды. Жанна үшін бұл миссиясының орындалған ең даңқты күні. Алайда көп ұзамай Жанна жау қолына түсіп қалды. Оны жалған айыптармен әділетсіз соттады. Қасында қолдап қорғайтын ешкім болмады. Сотқа шынайы әділдік емес, саяси есеп қана қажет еді. Бірақ Жанна соңына дейін өз сенімі мен міндетіне адал болып қалды. Оның өмірі тым ерте үзілсе де, оның ерлік жолы ұмытылған жоқ. Жаннаның батылдығы француз әскеріне рух беріп, оларды жеңіске жетелейтін күшке айналды. Ол өз еліне тарихтың бағытын өзгерткен бір адамның да құдіреті бар екенін дәлелдеді. Көп жылдар өткен соң Жаннаны айыптаған соттың шешімі жарамсыз деп танылып, ол толықтай ақталды. Осылайша Жанна д'Арк мәңгілікке ел жадында қалды.